2023 жыл керемет аниме премьераларға толы болды. Біз эпикалық қылыш шайқастардың, түрлі түсті сыйқырдың, үлкен финалдар мен қарапайым адамдардың хикаяларына куә болдық. Сүйікті кейіпкерлерімізбен бірге қуандық, жыладық, сүйсініп те алдық. Биылғы жыл расында да аниме индустриясы үшін өте жемісті болды. Өткені бір уақытта бірнеше танымал франшизалардың жалғасулары шықты. Титандардың шабуылдың ең соңғы финалы, Шынжырлы адамның премьерасы, Сиқырлы шайқастың екінші маусымы, Бличтің екінші маусымы, Демондарды кесер қылыштың 4-ші маусымы және Қаһармандар академиясының 6-шы маусымы. Сондай үлкен премьералардың шуында осы жылы басқа да күшті жобалардың шығып жатқанын ешкім де байқамады. Сондықтан мен осы жылда қатты шуламай өтіп кеткен қызықты аниме премьераларының қысқаша тізімін жасауды шештім. Олар шынымен де сіздердің назарларыңызға лайықты. Ендеше бастайық. Шангрила шекарасы. Оқиғасы онлайн ойынның әлемінде өтетін тағы бір аниме. Мен кем дегенде осыған ұқсас 3 тайтлды білемін. Біріншіден әйгілі SAO, Sword Art Online. Сондай-ақ Қалқан батырдың көтерілуі, ондағы оқиғалар параллельді әлемде өткенімен, кейіпкер сол жерде интерфейсті көре алады және де RPG ойындар жанрына сәйкес өз қабілеттерін күшейтіре алады. Сонымен қоса Қытайдың патша аватары анимесін де ұмытпайық. Мен қытайлық анимеге қатты күмәнмен қараймын, бірақ бұл аниме маған қатты ұнады. Бірақ Шангрила шекарасына оралайық. Онлайн ойындардағы шытырман оқиғаның тақырыбы менің ойымша қазірдің өзіне тым жиі кездесетініне қарамастан, бұл аниме мұндай жанрға тән шаблондардан аулақ жүреді. Әйтеуір олар қатты байқалмайды. Басты кейіпкер Ракуро Хидзутома. Ойындардың ішінде көбінесе Санрако никнейммен танымал. Оның хоббиі VR ойындарын іздеп тауып, оларды өтіп шығу. Системалық қателерге толы, күрделі, ешкімге керек емес ойындар. Ол тіпті сондай қоқыс ойындар сүйер қауымның шағын топтың арасында өте танымал және мұндай ойындарға арналған рейтингтер кестесінде орындарды алады. Бір күні ол қарапайым ойын ойнауға шешім қабылдайды. Танымал, қателері жоқ 30 миллионнан астам белсенді пайдаланушысы бар ойын. Шангрила шекарасы. Әлде қайда күрделі ойындарды алған тәжірибесі мен рефлекстері оған бұл ойында да басқалардан артықшылық береді. Оны ерекше ойыншыға айналдырып. Дәл осы қасиеттердің арқасында Санрако басқа ойыншылар тіпті күдіктенбеген нәрсені ойын ішінде бірінші болып табады. Шангрила шекарасы өте оңай көрінеді. Сценарий өте күшті жазылған. Сізді жалықтырмайтыны анық. Міндетті түрде көруге кеңес беремін. Жұмақтың елесі. Жапонияның постапокалиптикалық көріністі елестетіп көріңіз. Қалалар тасталды, адамдар жабайы болып кетті, барлық жерде құбыжықтар жүр. Тек анда-санда бұрынғы өркениеттің қирандыларының арасында қарапайым тұрғандары бар шағын елді мекендерді кездестіруге болады. Осындай ыңғайлы деп айтуға тіл бұрылмайтын ортада екі батыл жасөспірім Мару мен Кируко жұмақ деп аталатын жерді іздеу үшін қауіпті сапарға аттанады. Мару мен Кирука туралы әңгіменің ортасында бізде кенеттен мүлде басқа орын көрсетеді. Әдеттен тыс қабілеттері бар балалармен біртүрлі жабық мектеп. Басында бәр қарапайым әдемі болып көрінеді. Балалар сабақ оқып аулада ойнайды. Және де өте бақытты көрінеді. Бірақ содан кейін сіздің санаңызға қараңғы бұрыштан шыққан өрмекші сияқты алаңдатарлық ой келеді. Бұл жерде бірдеңке дұрыс емес. Бұл балалардың ата-аналары қайда? Неліктен балалар сыртқы әлем туралы ештеңке білмейді? Мектеп қабырғасынан тыс жерде ештеңке жоқ деп ойлайды. Сәлден сол бұл мектепте көптеген балалар жазылмайтын дертке шалдығып қайтыс болатынын білеміз. Міне осы сұрақтар интриганы күшейтіріп, біз барлық егжей-тегжейлерді білгіміз келген кезде экранда Мару мен Кируко қайтадан пайда болады.
Олар қирандыларды аралап жұмақ деп аталатын жерді іздеуде. Кенеттен сіз өз-өзіңізге сұрақ қоясыз. Бұл балалар іздейтін жер сол мектеп емес пе екен, Өйткені бұл екі оқиға желісі әйтеуір бір-бірімен байланысты болу керек қой. Олар бір уақытта болып жүр ма, әлде бірі өткенде, екіншісі қазіргі кезде ма? Осы мектепте ұқсас мекемедегі оқиғалар осы анименің әлемінде болып жатқан оқиғалармен байланысты ма? Бірінші маусым туындаған сұрақтардың тек жарты бөлігіне ғана жауап берді. Бірақ көптеген жаңа сұрақтарды тудырды. Негізінде жұмақтың елесі деп аталатын аниме туралы бөлек бейнеролик түсіруге болады. Сондай видеоны көргіңіз келсе, комментарийға жазыңыз. Ал біз әрі қарай кеттік. Тозақтық жұмақ. Бұл тайтл аниме индустрияның үлкен лигасының қосылуға барлық жағдай болған аниме. Бірақ мен ойымша бұл анименің жолы болмай қалды. Аниме бір феодалдың қылмыскерді өлтіруге деген бекер әрекетінен басталады. Ол қылмыскердің аты әйгілі кісі өлтіруші Шиноби ауылынан шыққан тас жүрек Габимару. Алғашында оның басын кеспекші болған, бірақ қылыштың жүзі мойнына тиген кезде сынып қалды. Содан кейін оны бұқалармен шерек етуге тырысты, бірақ бұқалардың бұған күші жетпей қалды. Содан кейін оны өртеп жібермекші болды, бірақ Габимарудың киімі ғана күйді. Шиноби тым күшті екені және өмір сүргісі келмей тұтқында өз еркінімен отырғаны түсінікті болады. Ашу шыққан феодал Ямада кланынан шыққан жазалаушыны шақырады. Сөйтіп Сагири деген қыз келеді. Сол қызды көріп, Габимару алғаш рет өз-өзіне таң қалып қарсылық көрсете бастайды. Өйткені кәсіби жазалаушы мойнын кесіп тастайтыны айдан анық бола бастайды. Габимару әлі де өмір сүргісі келетінін түсінеді және Сагиридің өтініші бойынша оған өзінің өмірі туралы айтып береді. Габимарудың Шиноби ауылында Юй деген әйелі бар екен. Сол Ивагакура атты ауылдың басшысының қызы. Бір күні Габимарудың басына бұдан бұлай кісі өлтіруші болмай, одан да әйеліммен қарапайым бейбіт өмір сүрмеймін ба деген ой түседі. Мұны білген ауыл басшысы Габимаруды тұтқынға алып, жазалау үшін феодалдың қолына тапсырады. Габимаруды тыңдағаннан кейін Сагири өзінің не себептен келгенін айтып береді. Ол мәңгілік өмір эликсирін іздеп жүрген Сёгунның тапсырмасы бойынша келген екен. Сёгун жұмбақ, оқшауланған аралға экспедиция жібергісі келеді екен. Бұрынғы экспедициялар сәтсіз аяқталды. Ешкім тірі оралмады. Сондықтан Сёгун бұл жолы өлім жазасына кесілген қылмыскерлерді аралға жіберуге шешім қабылдайды. Сөйтіп, сол эликсирге қол жеткізетіндерге кешірім береді. Ямада кланының жазалаушыларына қылмыскерлерді іріктеп алып, оларды аралға алып бару тапсырылады. Қашып кетпес үшін әрбір қылмыскермен бірге бір жазалаушыны жібереді. Сагири Габимаруға аралға барып, өз өмірін қатерге тігіп, қауіпті аралда эликсир тауып алып, Сёгуннан кешірім қағазын қолына алуға ұсыныс береді. Немесе тұтқында отыра беруге. Осындай қағазбен тіпті Ивагакура ауылдың басшысы Габимаруға өз еркімен өмір сүруге ешқандай кедергі жасай алмас. Енді сіздерге белгілі шығар, Габимар өз әйелі үшін келіседі. Бұл аниме осылай басталады. Болашақта Габимарудың мінезі, оның ішіндегі кісі өлтіруші мен аяулы жар арасындағы ішкі тартысы бізге толығырақ ашылады. Ал Сагиридегі табиғи сезімталдықпен оның жазалаушы ретінде өз міндеттерін орындау қажеттілігі арасындағы қарама-қарсы ішкі конфликт. Басталуы өте мықты. Алғашқы бөлімдерін көргенде мен бұл жаңа супер танымал аниме көріп жатырмын деп ойладым. Бірақ бірінші маусымның соңына қарай бұл аниме жай ғана жақсы аниме бола бастайды. Осы аниме туралы өз пікірлеріңізді комментарийде жазыңыз. Сіздің ойыңызша, тозақтық жұмаққа биылғы жылдың ең танымал аниме болу үшін не жетіспей жүр? Фрирен – соңғы сапарға аттанушы. Фрирен әдеттегі фэнтези аниме сияқты басталады. Ондай анимелер тым көп. Олардың көптігі сонша, тіпті мен олардың бәрін санап та айта алмаймын.
Және мұндай анимелердің көбісі әдетте мәнсіз және бір түрлі болады. Сондықтан мен Фриреннен ерекше ештеңе күткен жоқпын. Бірақ бұл бір ғажайып аниме болып шықты. Фрирен фэнтези жанрға ерекше қырынан қарай алды. Оның атмосферасы, музыкасы әдемі сезімге белейді. Сөйтіп, өзіңіз байқамай оған баға беруді доғарып, тек ләззат алып көре бастайсыз. Бұл аниме алғашқы эпизодтардан бастап фэнтези жанрдың әдеттегі шаблондарын жойып тастайды. Ең бірінші сериялар шытырман оқиғаның басынан емес, оның аяғынан басталғанын жиі көресіз ба? Ұлы қаһармандар құдіретті жын иесін жеңіп, даңқтың шуығында бөленген сәттен бастап бейбітшілік пен тыныштықта өмір сүру үшін үйлеріне оралады. Сөйтіп, енді бәрі жақсы деп айтуға болады, бірақ Фрирен ол эльф. Ол үшін адамның өмірі 1-2 сәт қана. Шытырман оқиғаның өзі қанша уақыт алғанын айтпай-ақ қояйын. Бірақ басқа қаһармандармен өткізген бірнеше жыл Фриреннің жүрегінде ерекше із қалдырады. Оны өмірге басқаша қарауға жетелейді. Арада бірнеше ондаған жылдар өткен соң оның достары қартайып өле бастайды. Фрирен уақытты бағаламағанын және өз достарын енді қайтара алмайтынын түсіне бастайды. Оларға біраз нәрсені айтып үлгермегенін, біраз нәрсені сұрап үлгермегенін түсіне бастайды. Сөйтіп ол адамзатты жақынырақ тануға шешім қабылдайды. Сұрақтарға жауап алу үшін жаңа шытырман оқиғаға аттанады. Бұл анимеде көтерілетін тақырыптар өте күрделі. Олар сізді өмірдегі көп нәрсе туралы ойландырып, басты кейіпкердің сезіміне шынайы жанашыр болуға үйретеді. Бұл анимені міндетті түрде көріңіз, өйткені ол шынымен де жүректен шығарылған аниме. Ал менде бүгін бар болғаны осы. Осы жылдың қай анимелерін осы тізімге қосқыңыз келетінін комментарийде жазыңыз. Егер сізге бұл бейнеролик ұнаса, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз және комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісіңіз. Келесі бейнероликте кездескенше.